Жаңа жыл түнінде дәл сағат 12-де Испанияда миллиондаған адам бір-бірлеп жүзім жей бастайды. Дәл 12 жүзім неге екенін білесіз бе? Бұл испан халқының ғасырдан асқан ерекше дәстүрі. Әр жүзім келер жылдың бір айын білдіреді. Яғни 12 жүзім 12 айға арналған тілек. Жүзімнің әрбір дәнімен олар бақыт, денсаулық, махаббат пен табыс тілейді. Бірақ бір ереже бар. Барлығын сағат 12 соғып болғанша жеп үлгеру керек. Егер үлгерсеңіз, келесі жылда жолыңыз болады дейді. Бұл дәстүр алғаш рет 1909 жылы басталған. Ол кезде жүзім шаруалары өнім артық болған соң жаңа жылда тарата бастаған. Содан бері бұл Испанияда ғана емес, Латын Америка елдерінде де кең таралған дәстүрге айналды. Сіз бұл дәстүр бойынша не ойлайсыз? Пікір қалдырыңыз. Арнаға жазылып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.